Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз өзіміздің магистратурадағы ағылшын тілінен тесттерді талдауымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып Pronouns, яғни есімдіктер. 2014 жылғы тесттерді талдап көрейік. All my guests enjoyed бір нәрсе at my birthday party. Яғни менің бүкіл қонақтарым менің туған күнімде өздерін жақсы сезінді, демалды деген сияқты. All my guests дегеннен кейін олар they-ға келеді, сондықтан мен themselves деген вариантты таңдаймын, яғни и варианты. Екінші сұрақта don't hurt бір нәрсе әділет. Яғни бұл жерде ол біреуге бұйрық айтып жатыр, әділет өзіңді жарақаттап алма, өзіңе зиян келтіріп алма деп жатыр. Сондықтан өзіңе болғандықтан, өзіңді болғандықтан yourself деген бірінші вариантты, A вариантын таңдаймын да ары қарай кете беремін. Үшінші сұрақ, he lives in бір нәрсе White House деп тұр. Мен бұл жерде түсіндіріп кететін мәселе мынау, C варианты және D варианты ол көпше түрде қолданылады. Those деген аналар, this деген мыналар, ал маған керегі жекеше түр. That деген сөзді қолданамын. It'ті қоймаймын, потому что White House екеуі бір мағынаны беріп қалады. It's деген бұл жерде келмейді, сондықтан A варианты дұрыс. Төртінші сұрақ, choose a correct answer. Бір нәрсе are you speaking about? Whose деген сөз ол кімнің, when деген қашан, where деген қайда, which деген қайсы, қандай, what деген не. Сонда мен осылардың барлығын қойып көрген кезде, енді мағынаға келген кезде whatты қоя аламын. Сен не туралы сөйлесіп айтып жатырсың деген мағынаға келеді, ал қалғандары мағынаға келмейтін болады. Бесінші сұрақ, two countries of action are possible. Two courses кешірім сұрайым. On the one hand бір нәрсе course seems correct, but on the other hand бір нәрсе one seems safer дейді. Енді бұл жерде көрдіңіз ба, one деп жатыр, сондықтан мен жекеше түрді таңдауым керек. Значит, B варианты, E варианттарын таңдай алмаймын. Енді қараңыз, A, C, D қалды ғой. On the one hand it course деп айтамаймын ғой. Значит, менде A варианты емес C варианты автоматически түсіп қалады. It course деп айта алмағандықтан, себебі this course, that course деп айта аламын, бірақ it course деп айта алмаймын. Сондықтан менде дұрыс варианты D болады. Келесі сұрақ, choose the correct answer, don't hurt бір нәрсе Peter, бағанағы алдындағы мына жердегі сұрақ сияқты, бұл жерде де әділет сияқты, енді Питерге айтып жатыр, өзіңді зақымдап алма, өзіңе зиян келтіріп алма деген сияқты. Don't hurt yourself, Peter, яғни A варианты. Жетінші сұрақ, бір нәрсе your son, бір нәрсе your daughter have made great progress. Either деген сөзді бірден тастайын, ол сізде сұрақта немесе бұрыс деппін ғой, бұрыс сөйлемде, яғни болымсыз түрлі сөйлемде кездеседі. So деген, мысалға, so деген такта, солай деген сияқты. Солай оның баласы, қалай оның қызы енді мағыналы келмейді, сондықтан со'ларды бірден алып тастаймын. B, C, D варианттарын. E варианты қалады. Both, екеуі де оның қызы және оның ұлы және қызы, яғни мағыналы менде E варианты келіп тұр. Осы вариантты қойып, 7-ші сұрақты аяқтай беремін. 8-ші сұрақ, choose the correct answer, came here yesterday деп тұр. Енді бағанағыдай whom деген сөз ол кімге, when деген қашан, what деген не, who деген кім, why деген неге. Енді неге келді кеше деген сияқты мағыналай бұл жерде өзіңіз түсініп отырған шығарсыз, ол D варианты келеді. Кім кеше мұнда келді деген сұрақ. Не келді деп айтамаймын. 9-ші сұраққа келдік. Of the cars is parked in the driveway дейді. Енді қараңыз, whom кімге машиналардың деп кетеді, кім машиналардың парковкаға қойылған кім машиналардың деп айтамаймын, қашан парковкаға қойылған машиналардың деп айта алмаймын. Енді маған соңғы варианты which келеді, себебі машиналардың қайсысы жолдың бойына парковкаға қойылған деген сияқты сөйлем шығады. Сондықтан дұрыс варианты E варианты. Келесі, if you forgot бір нәрсе, pen, you may take бір нәрсе дейді. Енді адам өзінің ручкасын қалдырып кетеді, forget деген сөз, ұмыту деген сөз. Егер сен өзіңнің ручкаңды ұмытсаң, сонда менде A варианты мен C варианты түсіп қалады. Қалған B, D, E варианттар тұр. Егер сен өзіңнің ручкаңды ұмытсаң дейді, сен аласың, енді қасыңыздағы адамға менікін деп айтасыз, өзіңіздікін бересіз, қасыңыздағы адамға. Сондықтан дұрыс варианты бізде болады
D варианты. If you forgot your pen, you may take mine. Сен егер өзіңнің ручкаңды ұмытып кетсең, сен менікін ала аласың. Менікі деген mine деген сөзді білеміз деп ойлаймын. 11-ші сұрақ. Pens are blue дейді. Pens деген көріп тұрсыз көпше түрде. Демек мен A варианты мен E вариантын алып тастаймын. This деген мынау бір штук, that деген анау бір штук алмаған көпше түр керек. Yours деген келмейді. Себебі ол көбінесе сөздің соңында тұрады. Theirs деген де келмейді. Ол да сөздің соңында тұрады. Мынау алғашқы алдыңғы сұрақтағы mine деген сияқты, менікі деген сияқты сөздердің досы. Сонда менде қалған варианты D. These pens are blue. Мынау қаламдар көк деп айтып жатырмын. Яғни маған жақын бірнеше these деген сөз сол мағынаны білдіреді. Мыналар деген. 12. Бір нәрсе enjoy the party. Every, each деген сөздерден кейін мен әрқашан бір затты қоюым керек. Мына жерде ондай сөз жоқ. Бірден етісіп кеткен сондықтан B варианты және C варианты автоматты түрде түсіп қалады. Everywhere, әр жерде рахаттанды вечеринкадан деген сияқты болмайды. Барлық нәрсе рахаттанды вечеринка дегенде болмайды. Everything деген everybody десем болады. Себебі барлығы вечеринкадан рахаттанды деген сияқты сөйлем шығады. Сондықтан дұрыс варианты A варианты. 13-ші сұрақ. Have you invited дейді. Who деген сөзді білесіз деп ойлаймын. Whose деген сөзді білесіз деп ойлаймын. Кімнің, what деген не, how far деген қаншалықты алыс, how old деген жасы нешеде. Сонда жасы нешеде сен шақырдың, қаншалықты алыс сен шақырдың келмейді, кімнің сен шақырдың келмейді, нені сен шақырдың келмейді. Маған келетін варианты тек қана біреу, ол who. Who have you invited? Сен кімді шақырдың деген сөйлем шыға келеді. Сондықтан менде дұрыс варианты A варианты. Тез айтып жатсам, паузаға қойып, бір қайталап көріп алсаңыз проблема жоқ, Келесі сұрақ, 14-ші сұрақ. Choose the correct answer. Бір нәрсе, are you late again? Енді мектепте де, мысалға, ата-анаңыз да егер сіз үйге кешігіп келетін болсаңыз, неге деп сұрайды ғой, былай логический нәрсе да бұл жерде де. Қалай сен қайтадан кешігіп келдің, қандай сен қайтадан кешігіп келдің, қашан сен қайтадан кешігіп келдіңге қарағанда, неге сен қайтадан кешігіп келдің, мағыналай көбірек дұрыс келеді. Сондықтан мен D вариантын таңдаймын да, ары қарай 15-ші сұраққа көшемін. Choose a correct answer. Dictionary is that дейді. Бағанағы whose деген сөз осы жерде енді келеді. Анау кімнің dictionary деген сөздігі. Анау кімнің сөздігі. Кім анау сөздік, кімге анау сөздік, неге анау сөздік емес. Анау кімнің сөздігі деген мағыналай келеді. Осы сөздерді сіз өзіңізге жаттап алатын болсаңыз өте жақсы болушы еді. Себебі байқасаңыз, мынау сұрақтар өте жеңіл, ал мына сөздердің аудармасын білетін болсаңыз, бірден табасыз деп ойлаймын. Тестте келген кезде де. 16-ші сұрақ. Choose a correct form of pronoun, яғни есімдіктің дұрыс формасын тап деп тұр. You should give бір нәрсе, book to her, she needs it much дейді. Book деген бір штук, көрдіңіз ба? Them деген келмейді, потому что соңында оған бер деп тұр, оларға those деп айтамайын, потому что ол book бір штук қана, it деп айтамайын, потому что book'тың өзі тұр, that деген келеді, потому что book біреу, this деген бағана айттым, ол көпше түрге, this, those көпше түрге, this, that бұл жекеше түрге, that сен ана кітапты оған беруің керек, ол оған өте қатты мұқтаж деген сияқты сөйлем шыға келеді. Do any of your friends smoke? Сенің қандай да бір досың темекі шеге ма дейді. No of my friends smoke. Бір нәрсе, of my friends smoke. Any деп айтамаймын, потому что any'дан кейін менде болымсыз түрде сөйлем болу керек. Someone of my friend деп айталмаймын. Біреу менің достарымның деген сияқты. Енді қазақшасында айтылуы мүмкін, орысшасында, ағылшыншасында олай айтылмайды. None деп айтуым керек. Дұрыс варианты да осы. Менің достарымның еш қайсысы темекі шекпейді деген вариант келеді. Everyone деген келмейді, nobody келмейді. Nobody не үшін келмейді? Себебі ешкім менің достарымның деген сияқты сөйлем шығып кетеді. Сондықтан дұрыс варианты C варианты 17-ші сұрақта. None of my friends. Менің достарымның еш қайсысы. 18-ші сұрақ. Food is healthy дейді. Theirs, ours, yours деген сөздің барлығы ол сөйлемнің соңында тұрады. Оныкі, біздікі, олардікі деген сияқты сөздер. S олардың негізгі
индикатор сөзі соңында тұратындығының. Енді менде қалды this қалды, those қалды, иә. Food деген жекеше түрде тұрады. This food is healthy. Мынау тамақ денсаулыққа пайдалы, яғни и варианты. Осы жекеше түр мен көпше түр жайында біраз ақпарат алып қалдыңыз деп ойлаймын уже. 19-шы сұрақ, if бір нәрсе has a high temperature, they will stay at home, иә. If деп тұр, has дегеннен кейін барып мен he, she'тің біреуін қолдануым керек, потому что I have, you have, we have, they have, ал he, she'ті has қолданылады. Сондықтан A варианты дұрыс. Егер оның температурасы жоғары болатын болса, ол үйде қалады деген сияқты сөйлем болған. Who is, иә, бір нәрсе, name is Зарина, иә. Мына жерде who is деп тұр да, енді who's ғой, енді тез айтқан кезде. Сөйлемнің соңында his дегендер, her дегендер келмейді, потому что олардан кейін his, hers деген сияқты болу керек еді. Бұл жерде анау ол кім деген сияқты сұрақ қой. Ол деген маған келетін не C варианты, не D варианты. Ал Зарина болғаннан кейін бар, демек мен C вариантам. Who is she? Ол кім? Оның есімі Зарина деген дұрыс жауабы шығады, яғни C варианты. 21-ші сұраққа келдік. He give me бір нәрсе address дейді, немесе address. Екі түрлі формада оқылады. Address деп айтатын болсаңыз, сіз онда зат есімі есептейсіз. Address деп айтатын болсаңыз, онда сіз адресовать, яғни бағыттау деген сияқты етістік есептейсіз. He gives мына жерде S болу керек, негізі дұрысы немесе gave болу керек еді. Myself, my, himself, his, herself дейді. Ол маған өзінің адресін берді ғой, демек менде дұрыс варианты D болады. Не gave me немесе gives me, мына жерде орфографиялық қате кеткен екен. 22-ші сұрақ, бір нәрсе of this money is mine, иә. Every деп айта алмаймын. Every person, everything, every білмеймін там pupil деген сияқты. Одан кейін не болу керек обязательно? Зат болу керек. Нан деген келуі мүмкін, қалғандарын көрейік. Я тура бағанағыдай. Нан, мына ақшаның еш қайсысы менікі деген мағынадағы сөйлем шыға келді. Сонда менде дұрыс варианты B. 23-ші сұрақ, choose the correct variant. Bob wants the money, please give to him. Money деген ақша ғой, he, she, it дұрыс па? Этаға келеді. Сондықтан please give it to him. Яғни ақшаны оған бер деп жатыр. Бобқа ақшаны қалайды, оған ақшаны бер деп жатыр. Сондықтан money-ді it деп алам. Those, them, it, theylар келмейді өкінішке орай. 24-ші сұрақ, choose the correct answer. Time does the news start at 8 o'clock деп жатыр. Енді уақыт сағат нешеде деп отыр ғой. Менде онда where time, when time, why time, which time деп айтпаймын, тек қана what time. Сіз when does the news start деп айтсаңыз болады. When does the news starts. Ал time тұрғаннан кейін what time, сағат нешеде жаңалықтар басталады деген сұрақ болған. Осымен бүгінгі біздің талқылауымызды аяқтайық. Менімен бірге болып осы талқылауды бірге соңына дейін қарап шыққаныңызға рахмет. Біздің каналға жазылып қойыңыз, подписаться деп жазып басып қойыңыз, біздің колокольчикті жасап қойыңыз. Бұдан да пайдалы, бұдан да қызықты сізге ақпарат беруге пайдалы болуға тырысамыз. Менің есімім Ержан. Келесі біздің сабақтарда кездескенше.